Бүгін Стамбулда күн бұлтты болып тұр, бірақ таза ауа керемет. Деринканы күнде осы жерге алып келуге тырысам. Үйдің жанында, мына үйлердің арғы жағында біздің үй. Жақын бізге. Негізі Түркияда бір районның ішінде қанша осындай парк бар. Балаларға өте жақсы жағдай жасалған. Мына жерде балалар футбол ойнап жатыр. Мына жерде спортпен айналысады. Мына жерде спортпен айналысады адамдар. Жапырақтар сарғайып түсіп жатыр бәрі. Ой. Тұр бала, тұра ғой бала. Мынау Арманның курткасы. Куртка алғанбыз Деринкаға негізі, бірақ розовый түс болғаннан кейін кірлетпесін деп осы Арманның бұрынғы курткасын кигізіп қойған. Бізде сағат 1-ге, обед 1-ге 15 минут бар. Мен әлі таңғы ас ішкен жоқпын. Таңертең сағат 9-да бір үлкен бокалмен сүт пен кофе, сосын бір вафли жедім болған. Таңғы асым сол болды. Енді қазір менде мына жерде тағы ұмытып қалдым атын. Мынаны қазір видеода жазатын боламын атын. Мына жерде лимон бар осындай. Жарты банан бар. Банан қоспасаңыздар да болады. Просто мынаның дәмі кішкене ашқылтым болғасын, бананды қосып жатырмын. И мында жерде зеленый яблоко. Кәдімгі жасыл алма. Осыдан қазір смузи жасайтын боламын. Сосын бір стакан су қосамын. Осыны блендерден өткізіп смузи жасаймыз. Мынау негізі өте пайдалы. Адамның организмін полностью токсиндерден тазалайды. Сосын әйел адамдарға әсіресе өте пайдалы. Бетіміз жылтырап, тазарып, әдемі болып шыға келеді. Барлығын турадым, алманы, бананды, мынау селдере жапырағы. Бағана ұмытып тұрғаным селдере жапырағы. Осыны турадым, енді бір стакан су қостым. Қазір блендермен араластыратын боламыз. Бізде сағат 2:30 болды. Біз таңғы асымызды енді жеп отырмыз. Мына жерде сүтсіз шай, мына жерде овсяная каша сүтпен, ішінде чия бар. И осындай банандар. Сосын бір жұмыртқа суға пісірілген. Мынау Деринканың жұмыртқасы, кішкене нан. Мына жерде сармай бар, ал мынаның ішінде тәтті болгарскийдан жасалған, қалай айтасым екен, томатная паста. Осыны нанға жағып жеймін. Өте негізі пайдалы осы. Таңғы асты негізі мен сағат 12 мен 1-дің арасында жейтін едік. Бүгін паркке шығарғаннан кейін мына қызды таңғы асымыз кешке қалып қойды. Таңертең кішкене вафли мен кофе ішкен едім. Сондықтан қаным аш болмады. Таңғы асымызды ішіп отырмыз енді біз. Күнде бір жұмыртқа жегізуге тырысамын балдарға. Күнделікті бір жұмыртқа жеу керек. Ой, жай жеп алам.
Шаштан жинатпай тек паркка кететін кезде ғана паркка кетеміз дегесін жинайды. Парктан келгеннен кейін сразу шығарып тастайды. Неше түрлі резинкалар алғам, бәрін шығарып тастай береді. Ас болсын. Күшті ма? Дәмді ма? Дәмді емес па? Күшті ма? Жей ғой. Бай-бай де. Бай-бай. Жей ғой балам, жей. Трендилдан сумкалар заказ берген едім. Осындай 3 сумка. Біздің теңгемен 8600 теңге болды үшеуі. Үшеуі осылай бір болып келді, 3 түрлі. Мынау ақ, қазір ашып көрсетем. Мына жерде қара және бежевый. Осындай, қазір ашып көрсетем. Міне осындай сумочкалар. Енді бағасы арзан болғаннан кейін, качествосы прям супер-пупер емес, бірақ күнделікті бала шағамен жүргеннен кейін киім мынау салғанға ыңғайлы. Мынаның ішінде астары жоқ екен. Мен бұны білген жоқ едім. Мына жерде осындай несі бар екен, карточкадан салып қалғанға. И ішінен мынандай макияж салатын кішкентай сумочкасы шықты. Бұл бірінші, мынау екінші. Бұл да күнделікті қолданғанға. Еще мынандай. Тоже неплохо, әдемі. Да, деймін. Мынау үшінші, бұл ақ түсті. Тоже. Еще мынандай, дастары жоқ екен. Мен сумочкам бар, бірақ кішкентайда. Телефон, ақша, мынау салған кезде уже неғып кетеді, симай кетеді. Сондықтан да кішкентай осы күнделікті қолданғанға сумочка алғым келген. Енді былай қыздармен неге қыдырған кезде өзім қолданатын жақсы качественный қымбаттау сумочка алатын боламын. Но тек қана күнделікті қолданғанға пойдет. Осы үшеуі 8600 теңге болды. Трендилдан заказ бердім. Менің бүгін екінші посылкам келді. Бұл енді аяқ киім. Улви Шойс деген. Осындай неден заказ бергенбіз. Осындай аяқ киім. Мынау ауыр екен кәдімгідей. Мынау таза тері, кожа. Қыс айында кішкене кожа болмаса, качествосы өте жақсы сияқты. Улви деген. Қазақстанда да бар деп ойлаймын негізі улви. Оригинал, таза кожа. 36 заказ берген, көреміз қазір киіп. Не аяқта осылай тұрады екен. Әдемі маған ұнады. Бағасы 25.000 теңге. 1000 теңге келгенде. Бұл енді еще скидкамен ғой. Қазір ноябрь айында, весь ноябрь скидка болады. Неде Түркияда. Сол скидкадан алғаным. Хоп! 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 Арман бей. Қалайсың? Merhaba, bay bay. Merhaba. Salim. Salim. Қалайсың? Anne Salim söyle. Salim. Kalesin. Жақсымын. Сен қалайсың? Kalesin. Жақсымын. Bravo. Сен қалайсың? Sen diyorsun. Әжеңе сәлем жолда. Әже сәлем де. Әже сәлем. Деринсу, сен де әжеңе сәлем жолда. Әже сәлем. Маған қарашы Деринсу. Дерин. Маған қарашы, әжеңе сәлем де. Сағат 6 болды бізде. Арман бір сурет салып отыр. Перделердің бәрін нағыз тартпастай береді. Ау. Папаларын күтіп отырмыз, тамақ дайын. Не істейін балам? Мына жерге қойайын ба? Бүгін кешкі асқа бізде мынандай балық. Бұл балықтың аты хамси деп айтылады. Хамси деген балық мынандай кішкентай ғана.
Балықтарға мен негізі ұстай алмаймын, балықтарды қорқамын. Осындай кішкентай балықтар. Бұны күйеуім жасайды. Өзі алып келеді базардан, өзі тазалайды, жуады. Сосын өзі қуырады. Бұның өзінің қуыратын бір жолы бар. Мынандай ұн қосады оған. Мынау мысыр ұны деп айтады, кукурузный мука. Осыны осы балыққа араластырып қуырады. Өзінің қуыратын табасы бар бұл балықтың. Бұлай бәрін тізбектеп шығады балықты. Сосын кішкене майын тамызып, солай қуырады. Міне табасы осылай. Бұл балықты қуыратын таба осындай болады. Осының ішіне бұлай бәрін домалатып тізіп шығады. Одан кейін ішіне май құяды. Сосын қақпағын жауып қояды. Осындай таба. Арнайы осы хамси деген балық үшін.